Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух, каналыма қош келдіңіздер. Хазіреті Али мен Хазіреті Фатима радиаллаху анханың неке қиюы, екінші бөлім. Неке рәсімі аяқталғаннан кейін пайғамбарымыз құрма алдырып, құрмадан алып жеңдер деді. Барлығы құрмадан алып жеді. Сосын Біләл Хабаши радиаллаху анх бал шербетін таратты. Оны да ішіп барлық сахабалар баракаллаху фикумма ва алейкумма ва джама шамлакума деп дұға етті. Хазіреті Фатима некеден кейін жылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оның қасына барып: "Ей Фатима, сен неге жылайсың? Алла тағалаға ант етемін, сені сұрағандардың ішіндегі ең білгіріне, ең кішіпейілді мен ақылдысына және алғаш мұсылман болғанына беріп отырмын" деді. Хазірет Фатима: "Әкешім, тұрмысқа шыққан барлық қыздың махры алтын және күміспен белгіленеді. Менің де махрым осылай белгіленсе, сізбен басқалардың арасында қандай айырмашылық қалады? Қиямет күні сіз күнәһар мүміндерге қаншалықты шапағат жасасаңыз, мен де олардың әйелдеріне шапағат жасағым келеді. Менің махрым осы болсын" деді. Алла тағала Хазірет Фатиманың бұл тілегінің қабыл болғанын білдіргеннен кейін Расулаллах: "Я Фатима, пайғамбардың қызы екеніңді көрсеттің" деді. Хазірет Али былай дейді: "Бұл істерден кейін арада бір ай өткен еді. Бұл мәселе туралы ешқандай сөз қозғалмады. Мен де ұялып ештеңе дей алмадым. Алайда пайғамбарымыз мені оңаша көріп қалған кезде: 'Сенің әйелің қандай жақсы әйел, саған сүйінші, ол әлемдегі әйелдердің ең қадірлісі' дейтін. Бір айдан кейін Али радиаллаху анху бауыры Хазірет Уақайл: "Я Али, бұл некеге қуандық. Алайда осы екі жан бір-біріне жақын болғаны дұрыс. Әйеліңді алып бірге тұратын уақыт жетті деп ойлаймын" дейді. Хазірет Али радиаллаху анху: "Менің де ойым осы, бірақ айтуға ұяламын" деді. Хазірет Уақайл Али радиаллаху анху қолынан ұстап пайғамбарымыздың үйіне барады. Олардың алдынан Расулаллахтың қызметшісі Умму Айман радиаллаху анха шығады. Оған жағдайды айтып жеткізеді. Умму Айман: "Бұл мәселе үшін сіздің келуіңіз керек емес. Біз пайғамбарымыздың әйелдерімен кеңесіп, сізге бір хабар жібереміз. Өйткені бұл мәселеде әйелдердің сөзі тыңдалады" деді. Умму Айман радиаллаху анха бұл жағдайды пайғамбарымыздың әйелдеріне айтты. Әйелдер Хазіреті Айшаның бөлмесіне барды. Хазірет Хадишаны естеріне алып: "Егер ол болғанда біз алаңдамас едік" деді. Пайғамбарымыз жылап былай деді: "Хадишадай әйел қайда? Халық мені теріске шығарғанда ол мені қолдады. Барлық мал мүлкін менің жолыма жұмсады. Ислам дініне көп көмек берді. Ол тірі кезде Алла тағала маған: 'Хадишаға айт, жұмақта ол үшін асыл тастан үй бар' деп бұйырды". Пайғамбарымыздың әйелдері Хазірет Алидің ойын жеткізді. Пайғамбарымыз Умму Айманға Хазірет Алиді шақырып келуін тапсырды. Али радиаллаху анху келген соң әйелдер шығып кетті. Хазірет Али басын төмен иіп отырды. Расулаллах: "Әйеліңді әкетуді қалайсың ба, я Али" деді. Али радиаллаху анху: "Қалаймын, я Расулаллах, ата-анам сізге құрбан болсын" деді. Пайғамбарымыз Асма бинт Умайске барып: "Фатиманың үйін дайында" деді. Асма Хазіретті Фатиманың келін болып түсетін үйіне барды. Бір төсенішті жаңа теріден, бір төсенішті жамаулы теріден, бір төсенішті қамыстан дайындап, іштеріне құрма талшығын салды. Пайғамбарымыз құптан намазынан кейін Фатима радиаллаху анханың үйіне барып жасалғандарды көріп шықты. Пайғамбарымыз Хазірет Алидің әкелген ақшасының 2/3-сіне азық-түлік, әшекей және иіс су сияқты нәрселер, 1/3-не киім-кешек алуды бұйырды. Үйдің заттарын толықтырды. Хазірет Фатиманың жасауы мен үй заттарында мыналар бар еді: Асма бинт Умайстың дайындаған 3 төсеніші, шашақтың 1 кілем, ішіне құрма талшығы салынған бас жастық, 2 дана қол диірмен, 1 су ыдысы, 1 құрма теріден жасалған су ыдысы, 1 сүлгі, 1 белдемше, өңделген 1 қошқар терісі, ескіріп түгі кеткен емен кілемі,
құрма жапырағынан тоқылған керует, емендік 2 ала киім, 1 көрпе. Осыдан соң пайғамбарымыз Хазірет Әлиге біраз ақша беріп, құрма мен май алуын сұрады. Хазірет Әли бұдан кейінгі жағдайды былай түсіндіреді. 5 дирхамға құрма, 4 дирхамға май алдым. Пайғамбарымызға алып бардым. Терден жасалған дастархан сұрады. Құрма, ұн, май және айранды араластырып, бір тағам жасады да, «Я Әли, кімді көрсең барлығын ертіп кел» деді. Мен сыртқа шығып көп адам көріп барлығын шақырдым да, ішке кіріп, адамның көп екенін пайғамбарымызға айттым. Пайғамбарымыз, оларды 10-10-нан ішке кіргіз, тамақ жесін деді. Мен солай жасадым. Санағанымызда еркек әйел барлығы 700 адамға тамақ беріп тойғызған еді. Хазірет Әлидің және Фатима радиаллаху анха тойлық асы желінгеннен кейін Үммі Айманның айтуы бойынша пайғамбарымыз Хазірет Әлиге, «Я Әли, қызым Фатима келін болып сенің үйіңе барды. Мен шам намазынан кейін келіп дұға етемін. Мені күтіңдер» деді. Хазірет Әли үйіне барып бір бұрышқа отырды. Хазірет Фатима үйдің келесі бұрышына отырды. Сол кезде пайғамбарымыз келіп есікті қағады. Үммі Айман есікті ашты. «Расулаллах, бауырым осында ма?» деп сұрады. Үммі Айман, «Анам, әкем сіз үшін құрбан болсын. Я Расулаллах, бауырыңыз кім?» деп сұрады. Пайғамбарымыз Әли ибн Абу Талиб дегенде, Үммі Айман, «Қызыңызды бауырыңызға күйеуге бердіңіз бе?» деп сұрады. Пайғамбарымыз «Иә» деді. Үммі Айман пайғамбардың «Бауырым осында ма?» деген сөзінен неке дұрыс емес деп ойлап қалады. Пайғамбарымыз «Иә» деп жауап беру арқылы бір анадан туғандардың үйленуіне болмайтынын білдірді. Осыдан соң пайғамбарымыз Үммі Айманға «Асма бинти Умайс де осында ма?» деп сұрады. «Иә» деген жауап алғаннан кейін, демек Расулаллахтың қызына қызмет етуге келген ғой деп Үммі Айман «Иә» деген қайырға қауышсын деп дұға етті. Сосын бір ыдыспен су алдырды, қолын жуды. Судың ішіне біраз хош иіс құйып Хазірет Фатиманы шақырды. Хазірет Фатима радиаллаху анха ұялып жерден көз алмай тұрды. Пайғамбарымыз судан алып Фатиманың кеудесіне, басына, арқасына септі де, «Аллахумма инни аузубика ва зурриятиха минаш шайтани раджим» деп дұға етті. Сосын Хазірет Әлиге де дәл солай жасады. «Аллахумма барик фихима ва барик алейхима ва барик лахума фи наслихима» деп дұға етті. Ихлас, Фалақ, Нас сүрелерін оқып, «Алла тағаланың есімі мен берекесі мен жұбайыңның қасына бар» деді. Сосын есіктің 2 жармасынан ұстап дұға етіп кетіп қалды. Хазірет Әли айтады, тойымыздан 4 күннен кейін пайғамбарымыз үйімізге келді. Көңілдері жаулап алатын даналыққа толы сөздерімен насихат айтты. Сосын «Я Әли, су әкел» деді. Барып су әкелдім. Бір аят кәрима оқыды да, «Бұл судан біраз іш, бір бөлігі қалсын» деді. Қалған суды кеудеме, басыма септі. Қайтадан су әкел деді. Тағы да су әкелдім. Маған жасағанын Фатимаға да қайталады. Сосын мені сыртқа шығарды. Ол сыртқа шыққаннан кейін қызынан Хазірет Әли туралы сұрады. Фатима радиаллаху анха, «Әкешім, барлық кемел сипаттар оның бойынан табылады. Бірақ кейбір Құрайш әйелдері маған сенің ерің кедей дейді» дегенде пайғамбарымыз, «Ей қызым, сенің әкең мен ерің кедей емес. Бүкіл жер мен көктің бар қазыналары маған ұсынылды. Мен қабылдамадым. Алла тағаланың құзырында қабыл болатын таңдадым. Ей қызым, егер менің білгенімді сен білетін болсаң, дүние саған түк болмас еді. Алла тағаланың ақысы үшін сенің ерің алғашқы сахаба, исламның ұлысы, ең білімдісі. Ей қызым, Алла тағала ахли бәйттен 2 адамды таңдады. Бірі әкең, бірі күйеуің. Оған еш қашан қарсы келме, бұйрығына қарсы шықпа» деді. Пайғамбарымыз қызына насихат айтқаннан кейін Хазіреті Әлиді шақырды. Оған да Фатима радиаллаху анха тапсырды. «Я Әли, Фатиманы құрметте, ол менің бір бөлшегім. Оны қадірле. Егер оны ренжітсең, мені ренжіткен боласың» деді. Екеуінде Алла тағала тапсырып, ыңғайланғанда Хазірет Фатима радиаллаху анха,
Я Расулаллах, іштегі жұмысты мен атқарамын, сырттың жұмысын Әли атқарады. Маған бір күн берсеңіз, маған көмек берер еді, мені қуантар едіңіз дейді. Пайғамбарымыз: я Фатима, саған қызметшіден де артық нәрсе берейін бе, әлде қызметші берейін бе деді. Фатима радиаллаху анха: қызметшіден де артық жақсысын беріңіз деді. Пайғамбарымыз күнде жатарда 33 рет Субханаллах, 33 рет Альхамдулиллах, 33 рет Аллаху Акбар, 1 рет Ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах лахул мульку ва лахул хамду ва хуа аля кулли шайин қадир деп айт. Барлығы 100 сөз, қияметте 100 жақсылық көресің, мизанда жақсылығың ауыр басады деді. Сосын пайғамбарымыз үйіне кетті. Хазрет Әли мен Хазрет Фатиманың некесі хижреттен 5 айдан кейін, ал тойлары Бәдір соғысынан кейін болды. Достар, осымен видео аяқталды. Сіздерге ұнады деген үміттемін. Тіркеліп лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.